Сәлем балалар, 4 сынып қазақ тілі 12 сабақ. Қорытынды бақылау сабағы. Бүгін біз сендермен қорытынды бақылау, яғни бақылау диктантын жазатын боламыз. Бақылау диктантының тақырыбы менің туған жерім Қазақстан. Балалар, бақылау диктантын мұқият тыңдап, қатесіз жазуға тырысыңдар. Менің туған жерім Қазақстан. Мен туған жерімді жақсы көремін. Кең байтақ елім 1991 жылы өз тәуелсіздігін алды. Сол сәттен бастап еліміз егемен мемлекет атанды. Қазіргі уақытта елімізде 20 миллионнан астам адам өмір сүреді. Ата-бабаларымыз аңсаған кең байтақ жерімізде көк аспан астында балалар алаңсыз асыр салып ойнайды. Менің атам үнемі ел болашағы жастардың қолында. Білімді, ұқыпты, тәрбиелі бол балам, деп айтып отырады. Мен қазір 4 сыныпты үздік бағалармен оқып жүрмін. Болашақта елімнің көркейіп, гүлдену үшін барымды салып, еңбек етемін. Бақылау диктанты 76 сөзден тұрады. Бақылау диктантының тапсырмасы. Тәуелсіздік сөзіне фонетикалық талдау жаса. Екінші тапсырма алғашқы сөйлемді сөйлем мүшелеріне талда. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.